ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. Ey пайғамбар, кітап иелерінің ішінде сондай бір жақсы адамдары бар дейді, әділ. Егер ол сенен үлкен малды қарызға алса, юаддихи илейка, келісілген күні толығымен әкеп береді дейді. Осындай салиқалылары бар дейді. Ва минхум мән ин тәмәнху бидинарин. Бұлардың ішінде тағы да мынандай бар, сен оған құр 1 теңге берсең дейді. Динар, 1 динар берсең де, міне, ла юаддихи илейка, әкелмейді дейді саған оны. Осы жерден қарай берейік. Біреуміз қарыз алып, біреудің қарызын бермей жүрсек, бұл юдейдің мінезі дейді Құран. Болды. Сен сол мектепті жалғап жүрген біреусің деп отыр бізге. Бізге ұят ондай нәрсе. Қарызын алдың, апармай жүрсін. Саған әкелмейді дейді ол. Илля ма думта алейхи қойман. Қайта-қайта барып қашан бересің деп тұрасың дейді үстінде міне. Қашан қайтарасың дегенде. Ол кейін қайтарам дей береді ғой. Сол күндердің бір күні тіпті былай деп айтады дейді ол. Лайса алайна фил уммиина сабилун. Сендер жаңа біз Алла Тағаланың біз балаларымыз, біз таңдағандарымыз, сүйіктілеріміз, соқтан Алла Тағала бізге сендерге қатысты ешқандай жауапкершілік міндет деген жоқ. Бермесек те болады сендерге деп айтады дейді. Бұл сөзді қайдан алдыңдар? Ва яқулуна алаллахил казиба ва хум яъламун. Раббымыз солай айтқан дейді. Алла Тағала бізге солай айтқан деп Алланың атынан өтірікті жаудырады дейді міне. Көрдіңіз ғой. Сондықтан қарыз алдың ба біреуден, апарып бер оны. Өліп қалсаң қайтесің сол күні. Көрдіңіз ба? Сен егер бір бауырыңнан қарыз алып, сосын соны апармасаң, сен оған күлгенің ғой. Ал енді сен соған күліп, соны төмен санасаң, Алла Тағала сен дәрежеңді көтереді деп тұрсың ба? Дәл сондай мәмілені жасайды. Көрдіңіз ғой. Сондықтан байқау керек те бұл нәрселерде. Біреудің хақысы деген нәрселер.